Егерде 800 элиталық футболшылар мен олардың бапкерлері бір шатырдың астында өмір сүрсе не болар еді? Ойыншылар сыпайылық дегенді ұмытса және өздерінің шынайы келбетін танытса. Бұл чемпиондар шоуы. Златан Швеция құрамасына қайта оралды. Себебі адамдар қиналған сәтте Құдайдан жәрдем сұрайды. Сен адам сенгісіз бір нәрсеге қол жеткізгеніңді ұғасың. Пеле саған жоқ, олай емес деген уақытта. Солай де, Дидар. Жартылай қорғаушы ретінде Лэмпард керемет қарсылас болған. Ал Лэмпард бас бапкер ретінде қалай? Жартылай қорғаушы ретінде Лэмпард керемет қарсылас болған. Мен және жер бір-бірімізге жақынбыз. Анда-сонда оған сәлем айту үшін жерге құлай салатын бар. Қалай ма қалай, бала-шаға. Осындамын, ашық жүрім. Жеге, мұнда беріңдер. Ей, қараңдар, анау Альфонсо ғой. Қалайсың, апөнти? Кеттік, андағына міндетті түрде көрулерің керек. Қымбатты чемпиондар мекежайы, мархабат, Златан. Мына билбордты мында кім қойған? Назар салыңдар, болашақ жемтіктер. Келесі маусымда бұл үйге Милан қоныстанады, және Златан мұнда патша болады. Жоқ, Құдай. Жоқ, Құдайда емес. Златан болам. Златан сендерді Златан секілді басқаратын болады. Менің Миланға триумфалды оралуымнан соң, біздің А сериясындағы өзімізге деген сенімділік шамадан сартты. Бұған себепкер мына менмін. Салмақ қосыңдар. Златан көбірек балласт қосуды талап етті. Италияда билеп тестеу көңілді. Алайда алдағы маусымда бар шаруам чемпиондар лигасының титулы болмақ. Расымен де Милан чемпиондар лигасын жеңуге қауқарлы деп санайсыз ба? Менің додзио шеберлерім айтқандай. Күмәнсіз. Әр апта сайын командамда шеберлерден кеңес сұрау үшін тауға сүйреп келдім. Олар Златан сен алатын жалғыз жандар. Осында қалыңдар. Златан әрі қарай жалғыз кету керек. Шеберлер, сіздер сұрағанның барлығын орындадым. Талмай жаттықтым. Командам үшін әке атандым. Өз өмірімді биографиялық фильмге айналдырдым. Енді қосымша нұсқаулар керек. Несі бар? Сен шынайы Златанға келдің. Негізі, мен мұнда шынайы Златан. Мәселе қай тараптан қарағанға байланысты. Біздің жақтан мен шынайы Златан. Оң жақ шешет Дзюбаның оң қолы секілді. Ал оң жақтан мен. Өтінемін, Златандар, көмектесіңдерші. Келер маусымда чемпиондар жеке жайына қадам басуыма қалай дайындалу қажет, соны білгім келеді. Ал не үшін Златан келесі маусымда күтуі тиіс? Егер Златан қазір-ақ дайын болса. Златан не істей алады, соны жаса. Өзіңді өзің көрсет. Чемпиондар жеке жайы. Бүгін түнде Златан Италия тарихындағы ең лайықты командаға арнап бөлме жасайды. Ювентуске ме? Жоқ. Интер? Жоқ. Сен Марадона кезіндегі Наполиді айтып тұрсың ғой. Ош. Жиырма 97-99 мүсінді анда қойыңдар. 79 сен зіл балған алда маған ер. Златан бұл кеңестіктен зор серпін күтеді. Мына аймақ сендердікі. Ал қалғаны Златанға. Қазір мынаған кірсек. Балкон үшін орын керек. Воу, түннің бір уағында не қыватсыңдар? Неге менің ұйқы циклымды бөлдіңдер? Мән берме, бар болғаны дуалдарды қиратып жатырмын. Әдеттегідей. Енді көзім жұмылып баратыр еді. Жайлатын шеш, мен мұнда құпия сауық кешін жасайын деп жатырмын. Ренжімеңдер, кешін сұрамайым. Златан Миланға бөлме дайындап жатыр. Келесі маусымның Еуропа чемпиондарына арнап. Еуропа чемпиондарына? Досым-ау, әлі іріктелмедіңдер ғой? Бұл тек уақыт еншісінде. Чемпиондар лигасын жеңу. Бұл Златанға жазылған тағдыр. Егер бұл тағдыр болса, неге әлі жеңбедің? Не қыл дейсің? Үлкен командалардың бардығында ойнап шыққан сен емес пе едің? Тіпті қалқан құлақты Барсада жүріп жеңбедің. Біз сен қалай сатып жібердік, бір жылдан соң оны жеңдік. Дәл Интер сияқты. Егер Милан чемпиондар лигасын қатты жеңгісі келсе, мүмкін көтіңнен теуіп шығарып жіберер. Олар рас айтады, Златан. Сен тіпті финалда да ойнамадың ғой. Екеуің де дұрыс айтасыңдар.
Меніңше нәркес үшін өзінің эгосынан артық нәрсені көру мүмкін емес. Төш, сен психотерапевт емессің ғой, қақтан білесің. Ал сен интерьер дизайнер емессің, спортпен айналысудан да. Ойлы бә. Мен де өзімнің билбордымды жасадым. Үйреніп қалған нәрсеңді қайта айта бергенге не жетсін шіркін.